Сәлем достар, сіздермен Қазтехногид арнасы, мен сізге бәрін тез айтып беремін. Тим Кукпен қайырлы күн сөзімен шығады. AirPods. Жаңа 3-ші буын Pro нұсқалары келді. Құлаққаптардағы ішкі акустика қайта жасалды. Шу мен құлаққаптар жаңартылды, ал шу шығарушы өткен ұрпаққа қарағанда 2 есе тиімді. Батыл әлемдегі ең жақсы шуды болдырмайды деп мәлімдейді Apple Intelligence-тен тірі аударма. Демонстрациялық бейнеде бұл, әрине, сәл ыңғайсыз көрінеді, бірақ бәрібір өте әсерлі. Құлаққаптар кішірейе түсті, пішіні сәл өзгерді. Мыңдаған адамның құлағы сканерленді және олардың отыру үшін бәрі ыңғайлы. Сіз сондай-ақ микробағдарламада терлей аласыз, олар оны қиындықсыз бастан кешіреді. Сонымен қатар құлаққапта жүрек соғу сенсоры пайда болды. Бұл ештеңе емес. Әрі қарай Apple Watch-қа өтіңіз. 11 серия. X әйнегі сызаттарға 2 есе төзімді. Ішінде 5 модемі, сонымен қатар жаңа сағаттар бар. Мұның бәрі жақсы, бірақ мұнда жоғары қан қысымы туралы хабарлама бар, бұл қазірдің өзінде пайдалы. Мұның бәрі оптикалық жүрек соғу сенсоры негізінде жұмыс істейді, және біз, әрине, қысым бойынша нақты сандарды ала алмаймыз, бірақ біз қалыптан тыс көрсеткіштер туралы білеміз. Жұмыс уақытын ұлғайтты, бұрын 18 сағат уәде етілді, ал қазір 24 сағат. Apple Watch Ultra'да ұмытылған жоқ. Жаңа дисплей, жақтаулар жұқа, жарықтығы жоғары. Спутниктермен байланыс Garmin бізге жаңа 8 Pro'да көрсетті, бағасы $800, батарея 48 сағатқа дейін. 5 шағымды түстегі жай iPhone 17, экраны 6,3 дюйм, жақтаулары жұқа және жарықтығы 3000 нитке дейін. Ақыры экранда 120 Гц. Ішінде барлық жаңартулары бар, 19 чипі, 16 нейронуклеар, 6 CPU ядросы, 5 GPU ядросы бар. Тағы да Apple Intelligence қалай жақсы жұмыс істейтінін. Артында 2 камерасы бар, екеуі де 48 мегапиксельді, негізгі және ультрашири. Квадрат сенсоры бар, мүлдем жаңа алдыңғы фронталкасы. Сіз тік және көлденең жасай аласыз. Егер кенеттен адамдар көп болса және бәрі бірдей сәйкес келмесе, әрі қарай жаңа iPhone Air дәл кетулер көрсеткендей. Титан жылтыратылған жақтау, екі жағында керамикалық рамка, жұқа, жеңіл, бірақ өте бер. Экраны 6,5 дюйм, 120 Гц, жарықтығы 3000 нитке дейін, 4 түсті корпус түрлері бар. Ішінде 19 Pro, қазіргі уақытта смартфондардағы чиптегі ең жылдам жүйе. Өзінің 1X модемін жаңартты, әрине, ай туралы бірнеше рет айтылды. Камера жалғыз, бірақ 48 мегапиксель ультраширек қосылған. Қызықты логика, әрине, бірақ не істеу керек? Алдыңғы жағы 17-ші iPhone-дағы сияқты жаңартылған, тіпті 2 камерадан да бір уақытта бейне жазуға болады. Физикалық SIM картасы болмайды, оны салатын жер жоқ, тек eSIM карталары. Мұның бәрі қанша өмір сүреді, олар нақты айтпайды, бірақ олар күні бойы созылады дейді. Онда тонкий Powerbank, чехол Powerbank, ілгіші бар сумка сияуты болады. 17 Pro. Болаттан жасалған, енді титан жоқ. Корпус қазір алюминийден жасалған Unibody. Жұқа, жеңіл және жылуды жақсы таратады. Ал олар бірден трубалардан кірді. Сондай-ақ қызғылт сары болады. Ол монеталарды, құмыраны және бәрін ұрып соғуы мүмкін, және ол үшін ештеңе болмайды. Алдыңғы жағында жаңа керамикалық қалқан, ал артқы жағында ескі керамикалық қалқан болғандықтан. 3 түсті. Күміс, қою көк және қызғылт сары. A19 Pro ішінде, бірақ 6 GPU ядросы бар. eSIM бар нұсқада батарея үлкенірек болады, бірақ, әрине, қаншалықты нақты айтылмады, біз оны кейінірек анықтаймыз. Камераларда жаңа алдыңғы, артқы жағында барлық 3 камера қазір 48 мегапиксельде. Сіз сапаны жоғалтпай 8 масштабтауға болады, сондықтан Apple бізге айтады. Бейнеге сәйкес, енді ProRes RAW-да және одан да көп түсіруге болады. Бұл бүкіл оқиға 17 Pro-да түсірілген. Жаңа корпустар келді. FineWoven қандай да бір жолмен бармады. Біз қазір TouchWoven-ді қолданып көреміз, ал кәдімгі ClearCase де бар. iPhone 17-лерге шолу соңына жетті. Видео ұнаса лайк және подписка, сіздермен бірге Қазтехногид.